2 бөлмелі. Ұлым Астана Инглис Скулда оқиды, 81-ші мектепте. Сол мектепке қарама қарсы евроремонтпен өзім тілегендей, өзім аңсағандай, өзім Аллахтан сұрағандай, тек қана ыдыс-аяқпен, киім-кешегімізбен ғана кірдік. Сол күні тіледік. Ұлым 4 жыл жаңағы жолдан өтеміз күнде. Сонда айтатын, ана, мен мына жерде тұрамын, ана, я хочу жить здесь деп. Сонан күйеуіме айтпай, оған айтқан ғой, ой, бізге 18 миллион береді, сонда аламыз деп. Айтады да, ой, бізге 18 миллион бергенде біз мына жерден үй аламыз деп. Ана кластастарын айтады. Ой, бізге 18 миллион береді, сосын біз ана жерден үй аламыз деп. Сол баламның тілегі қабыл болды, менің аңсағаным қабыл болды. Аллаға шүкір, процентсіз қазір жастайдағы бүкіл ақшамыз шешіп алдық та, сол неге салып, сонымен алдық, Аллаға шүкір. Очень важный момент, если вовремя өз вақытында алса, ол үйден ала алмас. Бұйырып тұрған үйде, баласы қалап тұрған үйден алған үйде. Ол кезде ол үй сатылмаған.